Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. Қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптам үлгілерінің прагматикасы. Тілдің сол қоғамдық ортадағы бірыңғай қарым-қатынас құралы болуы, ана тіл ретінде үнемі сөйленуі, ауызша және жазбаша жиі қолданылуы, сөйлеушілер санының көптігі, сапалы қолданысы, барлық қоғамдық сана түрлерін жарыққа шығару әлеуетінің жоғары болуы оның өміршеңдігін көрсетеді. Бүгінде қазақ тілінің қолданыс күйі өзге тілдердің әсеріне шалдыққан, өзінің дәстүрлі сөйлеу нормасынан қол үзіп бара жатқан жасанды қазақ тілі, аударма қазақ тілі болып отырғаны ешкімге жасырын емес. Білім ғылым бақ саласында орыс тілінің грамматикалық жүйесімен сөйлеу стилі араласқан, сана тұшынып қабылдай алмайтын аударма мәтіндер көбейді. Тіліміздің өз заңдылығы мен өзге тілдің заңдылығы араластырылған түсініксіз мәтіндер, ауызша коммуникацияда жазба тіл жүйесімен сөйлеу қазақ тілінің қиын тілдер қатарына қосты. Қазақтың дәстүрлі сөз саптамы, сөйлеу мәдениеті қандай болды деген сұрауға бүгінде нақты жауап бере алмаймыз. Дәстүрлі сөзіміздің құрылымы мен жүйесінде нендей ерекшеліктер бар еді? Тілдік, стильдік нормалар несімен құнды болды? Және қазіргі сөз саптамға қандай үлгілерді ала аламыз деген сұрауларға жауап табу күннен күнге қиындап барады. Осыған орай Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты қазақ тілі дәстүрлі сөз саптам үлгілерінің прагматикасы атты гранттық зерттеу жобасымен айналысып келеді. Тақырыпты белгілі тілтанушы ғалым, қазақ сөз мәдениетін зерттеуші, филология ғылымдарының докторы профессор Нұргелді Мақажанұлы Уәли және қазақ ауызша сөзінің сазы мен интонациясын зерделеген ғалым Анар Мұратқызы Фазылжанова, филология ғылымдарының кандидаты Нәзира Әміржанова, PhD доктор Ермұхамед Маралбек, институт докторанты Маржан Садықова зерттейді. Жоба жетекшісі филология ғылымдарының докторы профессор Құралай Бимолдағызы Күдеренова. Бұл тақырыпты таңдалуының дабыл қағатын үлкен бір себебі бар. Тілдің өміршеңдігі бұл оның қолданыс аясының кеңдігімен, яғни мектеп, жоғары оқу орын, қызмет орындарында, қоғамдық мәдени орындарында, ауызша және жазба нұсқасында көбірек естіліп айтылуы сол тілдің өміршеңдігін бекітеді, көрсете түседі. Қазіргі қазақ тілі өз отанында, өзінің ата жұртында өте келеңсіз жағдайды басынан кешіріп отыр. Қазақ тілі мемлекеттік маңызы бар стратегиялық орындарында естілмейді. Қазақ тілі бақ құралдарында дұрыс жұрт сүйсініп тыңдайтындай деңгейде сөйленбейді, жазылмайды, немесе қате жазылады. Сол қате жазылған, дұрыс сөйленбеген сөздерді бүгінгі қазақтың баласы да өзіміз де осылай сөйленетін дұрыс нормасы екен деп кетіп отырмыз. Бүгінде сөз ұстайтын белгілі тілдік тұлғалар көптің алдына шығып сөйлемегеннен кейін, және де дұрыс қазақ тіліндегі сөз саптау мынау болады деген үлгі сөздерінің болмағаннан кейін, қазақ тілінде жасанды сөйлеу, аударма қазақ тілімен сөйлеу, бұл қазақ тілін қазіргі қиын тілдер қатарына қосып отыр. Сондықтан шын мәніндегі қазақ тілі қалай сөйлену керек? Қазақтың өзінің дәстүрлі сөз саптамы қандай? Мінекей осы мәселелерді іздеу үшін біз қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамы деген тақырыпты зерттеуді қолға алып отырмыз. Оның дабыл қағатын тағы да мынадай себептері бар. Бүгінгі қазақ өзге тілде ойлап, яғни орыс және ағылшын тілінде ойлап, жасанды тілде, аударма қазақ тілінде сөйлеп бара жатқанын білмейді. Өз тілінің орфоэпиялық нормасын білмейді. Жазылған мәтінді айна қатесіз оқып бергенде ауызша сөйлеу деп ұғады. Қазақтың дәстүрлі сөйлеу стилін түсінбейді. Өзге тілдің грамматикалық жүйесімен сөйлеу стилін қазақ тілінің грамматикалық жүйесімен сөйлеу стиліне араластырып, ойын дәл сүйсініп тыңдай алатындай жеткізе алмайды. Топ алдындағы шешендіктің тілдік ерекшеліктерін аңғармайды. Өз ойын дұрыс толыққанды нақты айта алмайды. Шаршы топта тыңдаушыны ұйыта алатындай сөздері жоқ. Филолог студенттердің өздері тілдік стильдік қателер мен стильдік ерекшеліктері танымайды. Мектеп оқулықтарының тілі қай қазақ тілінде жазып жатқаны және белгісіз. Осындай күйде қалған қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптауын іздеу үшін біз бірыңғай қазақ тілді ортасы бар жерлерге, әсіресе жасы үлкен қариялардың тіліне, қазақ жеріне оралған қандастарымыздың, оралмандардың тіліне, өзге елдердегі тұрып жатқан қазақ диаспорасының тіліне, сондай-ақ алғашқы қазақ әңгімелерінің тіліне, Абайдың қара сөзі, Ыбырайдың алғашқы хрестоматиясы, аңыз әңгімелері мен ертегілердің мәтіндеріне,
ден қойып, көңіл аударып, соны талдап, қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамының үлгілерін іздеуді мақсат етіп отырмыз. Жоба жетекшісінің айтуы бойынша академик Рабиға Сыздықтың ауызша дамыған қазақ әдеби тілі, тілдік норма және оның қалыптануы атты еңбектері, профессор Нұргелді Уәлидің сөз мәдениеті, қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері атты зерттеулеріндегі қазақ сөзінің коммуникативтік этикалық тілдік нормалары, шешендік сөздердегі синтаксистік нормалар туралы тұжырымдар бұл зерттеудің негізі болған. Бұл тақырыпты қолға алу үшін біз алдымен сөз саптам деген ұғым терминді ғылыми айналымға енгізуді жөн көрдік. Сөз саптам деген бұл осыған дейінгі біздің қолданылып келе жатқан сөзін саптады, сөзін саптау, сөзді саптау деген тіркестер негізінде жасалған қазақ сөз өнерінің басты ғылыми термині болып табылатын болды. Сөз саптам атауы сөзді саптау деген тіркестен жасалған. Сөзді саптау, сөз саптау, сөз саптам, сөз саптам. Профессор Құршанов Күлтегін ханның басына қойылған таста саб мен түката есілгіл деген жазу бар. Мұндағы сап қазіргі сөз лексикасымен бара-бар. Көне түркі тілінде шешен деген сөзді сапчу, сапчу, сапчу деп атаған дейді. Сонда сөз саптау сөзді сөйлеу деген қайталама қолданыс болып шыққан. Қазақ халқы айтар ойы бар сөзді ғана сөз деген. Сондықтан сөз саптау сол айтары бар сөздің жүйесі мағынасында кеңірек қолданылады. Сонда сөз саптам дегеніміз бұл қазақтың сөзінің жүйесі бар, логикасы үйлескен, тілдік нормалары қалыптанған, ерекше қолданыстары аз, дәстүрлі сөйлеу жүйесі болып табылады. Яғни сөзінің логикасы бар, сөзінің басы мен аяғы және ортасы үйлескен сөз бұл сөз саптам деп аталады. Сонда қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамы дегенде біз қазақ тілінің фонетикалық, грамматикалық, стильдік және әдеби нормалары және сөзінің бастауы мен аяқтауы үйлескен сөзді атап отырмыз. Сөз саптам дегеніміз тілдік құрылым, тілдік жүйе ма? Бұл бір. Немесе сол тілдік құрылымның өнімге айналған түрі ма? Бұл екі. Ал енді тілдік құрылымның өнімге айналған түрі болса, онда ол қандай жолменен жүзеге асты? Міне осындай мәселелер, сұраулар ойымызда тұрады. Ал шынында сөз саптам ол тек қана тілдік құрылым емес. Тілдік құрылымды, яғни мынау дихотомия бойынша тіл және сөз дейміз ғой, сөз деп отырғанымыз реч деген мағынада. Осы дихотомия тұрғысынан қарастырыла ма? Әлде тек қана сөз мәтінге айналуы ма? Бұндай мәселенің басын ашып алуға тура келеді. Немесе трихотомия деп аталады. Сөз, тіл, сөз, реч деген мағынада, сонан кейін речевая деятельность. Сол тілдік таңбалардың құрылымы, сол тілдік таңбалардың құрылымдық таңбалардың өнімге айналуы. Ол қалай өнімге айналады? Ол өнімге айналудың әртүрлі жолдары бар. Міне сөз саптамды қарастырған кезде осының тілдік құрылымдардың өнімге айналу жолы айтылуға тиіс, ашылуға тиіс. Яғни айқындалуға тиіс. Біздің қазіргі қазақ тіл білімінде стиль деген термин бар. Сол стиль мен осы сөз саптам деген термин екеуінде айырмашылық бар екенін білуіміз керек. Яғни сөз саптам бұл сөз өнеріне қатысты болса, стиль бұл стилистикаға қатысты. Сөз саптам бұл кез келген тұлғаның шаршытоп алдындағы сөзі, бір нәрсені хабарлау, әсер ету қызметіне ортақ болатын болса, стиль белгілі бір стильге ғана, белгілі бір жазушының мәнеріне ғана тән ұғым. Сөз саптам тұрақты болатын болса, стиль тұрақсыз, айнымалы, құбылмалы болады. Сөз саптам бұл
мәтіннің, абзацтың, күрделі фразалық тұтасымның нормаға сай қолданысы болатын болса, сөз тіркесі, сөз грамматикалық тұлғаның ерекше қолданысы бұл стиль болып табылады. Сөз саптам бұл логикасы қисыны жүйесі бар сөз, ал стиль бұл сөйлемнің, сөздің сөйлемдегі қылығы болып табылады. Сөз саптам бұл мәтінді эстетикалық қызметте жұмсау болатын болса, стиль сөзді стилистикалық қызметте жұмсау болып табылады. Тілді ортадан жоғары деңгейде білетін тұтынушылардың барлығына ортақ норма бұл сөз саптам болатын болса, ал стиль бұл жазатын қабілеті бардың, икемі барлардың, журналистің, жазушының тілінде болуға тиісті ерекшелік болып табылады. Дәстүрлі сөз саптам ауызша сөздің интонациясы мен просодикасына қатысты зерттеулерсіз толыққанды анықтала алмайды. Қазақтың дәстүрлі сөз саптамы туралы әңгіме болғанда, зерттеу жүргенде, ең алдымен ауызша сөздің интонациялық және просодикалық безендірілуіне тоқталу керек. Өйткені сөз өзі екі формада өмір сүрсе, қазақтың әдеби тілі осы ауызша формада, ауызша форманың жалпы халықтық түріне табан тірейтіні белгілі. Интонация дегеніміз не? Біз сөйлеген кезде, ойымызды сыртқа шығарған кезде, тіл дыбыстары арқылы сөздердің қарым-қатынасын, сол сөздер өзара бір-біріне деген қатысын және сөйленіп тұрған ақпарат пен сол ақпаратқа өзіміздің ойымыздың қатысын просодикалық құралдар арқылы, сонымен бірге интонациялық құралдар арқылы безендіреміз. Демек, интонация неғұрлым жалпы категориалды түсініктерді жеткізудің мықты құралы. Ол қандай категориалды түсініктер, қандай категориалды мазмұн? Ол сөздің аяқталғаны, аяқталмағаны, ол сөздің эмоционалдық реңкі. Сіз бұл ойды ашумен айтып тұрсыз ба? Қуанып айтып тұрсыз ба? Ренжіп айтып тұрсыз ба? Немесе ол сіздің сөзіңізде леп бар ма? Бұйрық бар ма? Санамалап тұрсыз ба? Сұрап тұрсыз ба? Жай әшейін хабарлап тұрсыз ба? Көрдіңіз бе? Міне осындай жалпы типтегі мағынаны ауызша сөзде грамматикалық құралдар әрқашан жеткізе беру мүмкіндігі бола бермейді. Ал интонация осы жалпы мағыналарды әрқашан жеткізе алады. Интонация просодемаларды қолдану арқылы жүзеге асады. Просодемалар деген дауыстың әртүрлі сипаттары. Тіл дыбыстарының жымдасып сыртқа шыққандағы физикалық қасиеттері. Олар дауыстың қаттылығы, ол негізгі тон жиілігінің қозғалысы немесе әуен дейміз. Сонымен бірге ырғақ, сонымен бірге дауыстың ұзақтылығы, дыбыстардың ұзақтылығы және қарқын. Яғни қандай да бір уақыт аралығында айтылған буын саны немесе сөз саны қарқын деп аталады. Осылардың бәрі бір-бірімен жымдасып, үйлесіп, әртүрлі бір-біріне деген қатынаста құралып, сөйлеп тұрған адамның ойын және эмоциясын, дітін тыңдап тұрған адамға жеткізуге қызмет етеді. Қазақтың дәстүрлі сөз саптамының өзіндік интонациялық көмкерілуі болғаны анық. Ондай әдемі, құлаққа жағымды дауысты біз мысалы атақты дикторларымыздың үнінен ести аламыз. Байжанбаев сияқты, Сауық Жақанов апайымыз сияқты. Бұл кісілер қазақтың дәстүрлі сөз саптамындағы ауызша сөздің интонациялық көмкерілуін өте нәзік қалтарыстарына дейін жіті игерген мамандар. Егер біздің ауызша сөзіміз интонациялық тұрғыдан дұрыс безендірілсе, ұйымдасса, ол тыңдарманға біз өзіміздің коммуникативтік дітімізді бірден орындата қояды екенбіз. Сондықтан дәстүрлі сөз саптамды игерем деген кез келген
маман, сөйлермен, қазақ сөзінің просодикасына, оның интонациялық құрылысына қатысты білімдерді де жетік игергені абзал. Сөз саптамға қойылатын талаптар. Сөз саптаушы ең алдымен норма туралы білімі болу керек. Норма, қазақ тіліндегі норманың 3 түрі бар. Тілдік норма, коммуникативтік норма, этикалық норма. Тілдік норма тілдің салаларына байланысты фонетикалық норма, лексикалық норма, грамматикалық, стилистикалық норма түрлеріне ажыратылады. Фонетикалық норма нені қарастырады? Сөз саптаушы ең алдымен фонетикалық сөзі ауызша болатын болса, фонетикалық норманы дұрыс сақтау керек. Яғни тілдің әуезділігін, әуенділігін, интонологиялық, просодикалық нормаларын ескеріп сөйлеу қажет. Интонологиялық нормалары компоненттер, интонацияның компоненттерімен тығыз байланысты. Ол қандай компоненттер? Әуен, кідіріс, әуез, үдемелік сияқты интонацияның өзінің компоненттері бар. Осы компоненттерді дұрыс қолдану керек. Екінші жаңа айтып өткен мәселе бұл лексикалық норма. Лексикалық норма бұл аса маңызды норманың түрі, сөзді дұрыс таңдау дегенмен байланысты. Яғни сөз саптаушы ең алдымен сөзін өз үшін айтпайды, өзге үшін айтады. Сондықтан сөздің мазмұнына, мағынасына аса мән беру қажет. Сөзді дұрыс таңдау керек. Яғни егер сөзді дұрыс таңдалмаса, оның айтпақ ойы түсініксіз болып қалады. Бұл тілдік нормалар. Тілдік нормалар тілдің заңдылықтарына байланысты осылай қарастырылады. Екінші мәселе, бұл үлкен мәселе сөз саптауда коммуникативтік норма. Коммуникативтік норма жаңа тілдік норма сияқты аса маңызды норма түрі болып табылады. Ең алдымен сөйлеуші қарым-қатынастың типін ажырату қажет. Қарым-қатынастың түрі ең бірінші тыңдаушы жалғыз адам ба жоқ, яғни субъект пе жоқ, әлде көпшілік пе? Осыған байланысты сөз саптаушы тыңдаушы субъект пе немесе көпшілік пе, осыған байланысты сөзін бағамдайды. Екінші, бұл байланыстың түрі. Байланыстың түрі жақыннан ба жоқ, жаңағы дистантлы ма жоқ, контактлы ма, жақыннан ба жоқ, алыстан ба деген мәселеге баса назар аудару керек. Үшінші, қарым-қатынастың сипатына байланысты. Ресми ме, бейресми ме? Ресми болатын болса, сөз саптайтын адам өзінің сөзін жаңа лексикалық норма, грамматикалық нормаларын соған байланысты қарастырады. Төртінші мәселе бұл қарым-қатынастың жүзеге асыру формасы. Бұл ең негізгі мәселе сөз саптамда. Сөз егерде ауызша формада іске асатын болса, жаңағы орфоэпиялық, қазақ тілінің орфоэпиялық, сонымен қатар жаңағы айтып өткен интонологиялық норма, лексикалық норма, грамматикалық, тілдік нормалар сақталу керек. Ал егер жазбаша формада жүзеге асатын болса, бұнда сөз саптаушы ең алдымен өзінің сөзін ең бірінші қазақ тілінің орфографиялық заңдылығына, орфографиялық пунктуациялық заңдылықтарын ескере отырып, сонымен қатар лексикалық, грамматикалық, стилистикалық, синтакстік нормаларын ескеріп отырып жазады. Бесінші, бұл сөздің мағыналық типіне байланысты сөйлеу. Бұл баяндау ма, сөзі сипаттау ма, немесе байыптау ма, әңгімелеу ма. Осыған байланысты сөз саптайтын адам өзінің сөзін соған байланысты ыңғайлайды. Алтыншы, бұл сөздің формасы. Сөздің формасы бұл диалог па, монолог па, осыған байланысты сөздің негізгі қарым-қатынастың типіне байланысты осылай ажыратылады. Сонымен қатар коммуникативтік нормада сөйлеуші сөзін кімге, нені, қалай айтам деген мәселені ерекше назар аудару қажет. Осы мәселелерге сөзін кімге арнайды, нені айтады және қалай айтады деген мәселеге баса назар аудару керек. Міне сөз саптауда осы
коммуникативтік, тілдік норма, этикалық нормалар бәрі қабаттасып, бір-бірімен байланысты жүзеге асырып отыру керек. Екінші үлкен мәселе сөздің сапасы неден көрінеді дегенде, біз жиі айтатын сөздің сапасы, сөз мәдениетінде жиі айтатын сөздің сапалары бар. Сөздің сапасы бұл қайдан көрінеді дегенде, сөз жаттығында, сөз байлығында, сөздің тазалығында, сөздің дәлдігінде, сөз әдебінде байқалады. Сондықтан сөз саптаушы ең алдымен осы жаңағы тілдік норма, коммуникативтік норма дедік, этикалық норма дедік. Сонымен қатар сөзі сапалы болу үшін сөз тазалығына, сөз байлығына, сөздің дәлдігіне аса мән беріп отырып сөйлеу қажет. Әрине, бізде қазақтың дәстүрлі сөз саптам жүйесін алғаш рет ғылыми деңгейде сөз еткен, қазақ тілі білімін алғаш рет ғылыми деңгейде сөз еткен осы Ахмет Байтұрсынұлы, және қазақ тілінің ғылыми жүйесін, ұлттық төл жүйесін ашып берген алғаш рет бізге осы Ахмет Байтұрсынұлы болғандықтан, қазақ тілінің дәстүрлі сөйлеу жүйесі қалай екен, осы ғалым қалай зерттеді екен, қандай бағытта қарастырып, не жазып кетті екен деген нәрселерді анықтау біздің мақсатымыз болды. Сол мақсатта осы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінен көптеген дәстүрлі сөз саптамға байланысты тұжырымдарын негіздеп алдық. Соның ішінде осы дәстүрлі сөз саптам мәселесін көтерген еңбектерін атап өткенде, тіл жұмсар, тіл құрал, әдебиет танытқыш, сауат ашқыш деген сияқты осы кітаптары қазақтың сөйлем жүйесінің, дәстүрлі сөйлеу жүйесінің, жалпы шешендік өнерге байланысты тұжырымдары осы еңбектерде көрініс тапқан. Енді Ахмет Байтұрсынұлының дәстүрлі сөз саптам жүйесі туралы тұжырымдары, қорытындылар қалай болды дегенде, оны екі бағытқа жіктеуге болады. Сөз саптамды екіге бөледі ол кісі. Шығарма сөз өнерінің ғылымын бір-бірі қарастырады. Екіншіден, сөз саптаушының өзінің жеке тұлғасы да осы сөз саптамға тікелей қатысты болғандықтан оны бөлек қарастырады. Сөз өнерінің ғылымын қалай қарастырады? Сөз өнері тілінің ғылымы, түрінің ғылымы деп екіге бөлінеді. Түрінің ғылымы ол шығарманың түрлі жанрлық ерекшеліктеріне байланысты болса, шығарма тілінің ғылымы ол жаңағы шығарманың тілінің дәлдігі, анықтығы, тазалығы деген сияқты 5 түрлі өлшемге бөледі. Осы өлшемдер аясында қарастырады тілінің ғылымын. Сонымен бұған тілінің ғылымына интонацияны қосады, әуенді қосады. Қазіргі мына фонетика ғылымының интонация саласының өзекті зерттеу саласына айналған интонация саласының бүгінгі ғылыми ұғымдарының барлығы сол Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінде кездеседі, және оның осы қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптам жүйесіне, жалпы сөз саптау өнеріне тікелей әсер ететінін айтып кеткен. Ал енді сөз саптаушыға қалай қатысты болады дегенде, Ахмет Байтұрсынұлы айтады, біріншіден осы сөз саптаушының жеке білімі, оның образды ойлау қабілеті, оның көз аясының кең болуы, табиғаттағы түрлі құбылыстарды жіті қадағалауы сияқты осындай жеке тұлғаның өзінің қасиетіне байланысты. Сонымен бірге генетикалық тұрғыдан атадан келе жатқан сондай шешендік, іркілмей сөйлейтін сондай бір қасиеті де осыған әсер ететінін айтады. Сонда қарап отырсаңыз, Ахмет Байтұрсынұлы осы сөз саптау өнерін екіге бөліп қарайды. Яғни оның адамдардың төселуіне байланысты, екіншіден адамның жеке қасиетіне байланысты деген осындай екі үлкен салаға бөліп қарастырады. Осы қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптам жүйесінің прагматикасы деген зерттеу тақырыбы бойынша біз зерттеу жүргізу үшін ең әуелі біздің алдымызда мынадай сұрақ болды. Осы қазақы өңірі, қазақтың дәстүрі, сөйлеу мәдениеті ең таза сақталған өңір қайсы деген сұраққа жауап іздеу болды. Осы мақсаттың аясында анықтай келгенде барлықтарымызға белгілі шығар, осы Ақтөбемен, Ақтөбенің Шалқар ауданы мен Қызылорда облысының Арал ауданы ең көп қазақтар шоғырланған. Халық құрамын айтып өтсек, Қызылорданың Ақтөбе
Қызылорданың Арал қаласында шамамен 99-91% қазақтар тұрады. Ақтөбе облысының Шалқар ауданында 98-8% қазақтар тұрады. Яғни қазақтар бірыңғай шоғырланған, ежелден бері келе жатқан өңір. Сонымен бірге осы Шалқар ауданы болсын, Арал ауданы болсын, Арал ауданы сыр елі, жыр елі дейді осы Қызылорданы. Арал ауданының халқы өнерге өте жақын, сөйлеу шешендік өнеріне өте жақын, сондай-ақ қазақтың мәдениеті өзге халықтармен араласпай, бірыңғай оңаша отырғандықтан сөйлеу мәдениеті өте жақсы сақталған. Шалқарда сондай бұрыннан бері келе жатқан осы қазақтың жазба мәдениеті қалыптасқаннан бері газет журналдарда, ескі басылымдарда осы Шалқар ауданының аты жиі аталады. Сондықтан сонымен бірге осы өңірде белгілі адамдар көп шыққан. Осыған байланысты осы екі өңірге таңдауымыз түсті. Әрине қазақтың басқа даласында да шешендер бар, шешендік өнер, қазақтың дәстүрлі сөйлеу мәдениеті жақсы сақталған. Сонда да осы өңірде біз ерекше назарымыз аударып таңдап алдық. Бірақ нәтижеміз өте жақсы болды. Шынында да сан кейде сапаны да көрсетеді ғой. Сол себептен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы институттың ғалымдары көптен бері осындай қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптам үлгілерін, нормаларын көрсетіп, оны көпшілікке, жұртшылыққа ұсынуды жоспарлап жүрген болатын. Осы мақсатта біз алғашқы зерттеуімізді Ақтөбе облысы, Шалқар ауданына, Қызылорда облысы, Арал аудандарына барып, сол жақтағы бірыңғай қазақ ортада өмір сүрген, орыс тілін білмейтін, өзге тілді де білмейтін, жасы үлкен, әсіресе 70-тен 80-нен асқан қариялардың сөздерін камераға жазып, оны талдап, оған ондағы қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптам үлгілеріне сәйкес ерекшеліктерді тану үшін бірнеше видео роликтер әзірлеген болатынбыз. Бұл тақырыпты ары қарай дұрыс түсіну үшін сол роликтерге өтіп, соңына дейін тыңдауларыңызды сұраймыз. Себебі бұл жазылып алынған сөздер алдын ала дайындықсыз, машықсыз сөйленген сөздер, табиғи қазақ тілінде сөйленген сөздер, ешқандай дайындықсыз сөйленген, қазіргідей монтаждалған, немесе қайталап түсірілген сөздер емес. Ол сөздерді біз сол қалай әңгіме айтты, дәл сондай қалпында алып, бейнероликке монтажсыз салып, соны талдап өздеріңізге ұсындық. Сондықтан тағы да қайталап айтамыз, бұл роликтерді пайдаланыңыздар, өздеріңіздің сабақ беру барысында, сабаққа дайындалу барысында, әсіресе тіл мәдениеті, стилистика деген пәндеріңізде, сөз мәдениеті деген пәндерде пайдалануға әбден болады.